Улустың ұлы күні Айз Наурыз мерекесі Солтүстік Қазақстан облысына да келіп жетті. Биыл Улустың ұлы күні сән салтанатымен Петропавлда кең көлемде аталып өтіледі. Басу техникасы сумен және құрғақ техникасына екіге болып бөлінеді. Қазіргі кезде бұндай киіз басу ерте ата бабамыздан қалған. Қазіргі кезде бұндай техникада аз адамдар қолданады. Осы волок жүнімен осылай аласыздар. Бұл бізде соңында гүл болып шығады. Сіз бұны өзіңіз қалай жасағыңыз келеді? Солай 5 жапырақ қоясыз ба, 6 жапырақ қоясыз ба? Өзіңіздің неңізге қарайсыз. Сонда осындай болады. Оны алып ыдысқа үстінен лакпен бір ыдысқа қойып кептіресіз. Кептен соң ол сізде осындай гүл болып шығады. Көненің көзін ұштап, көнені жандандырған өнер, зергерлік өнер. Биыл интерактивті киіз үйлерде осындай өнерді игеруге болады. Біз шебермен тілдесіп қайттық. Сәлеметсіз аға. Зергерлік өнерінен осыған уже 30 жыл болады. Менің әкемнің әкесі шебер болған, ұстаз шебер болған кісі, сол кісіден қонып отырмын. Қазір менің өзім шәкірттерім бар. Мына жүзік соғуына 1 сағат уақыт кетеді. Оны бірінші балқытып, ертіп аламыз, сосын балғанмен отырып, созып, нетіп алып, сосын келіп бауырын қосамыз, ой өрнегін салып, бәрін жүнетіп, сосын выставкаға қоямыз. Өте жақсы өтіп жатыр. Халық көп, мемлекетіміз аман бол, осылай жылда тойлай берейік. Киіз үйлерге еркін кіруге болады. Ішінде тағамдар бар, қазақтың салт дәстүрлері бар екен. Бәрін көрдік, бәрі тамаша болды. Биылғы жылы күшті өте жақсы өтіп жатыр. Өйткені облыстардан, Жамбыл облысынан келді мысалы. Өте керемет. Күнде жылы, күн жайдары әдем болып тұр. Наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Национальные блюда все пробовали, и все очень, даже очень понравилось. Обряды очень понравились. Наурыз култы болсан, пусть будет добрый к вам аспан. Всегда сбывается арман. Желаю света и тепла, и кушать шай из пиала. Ты жил за жилом, расцветай, пусть будет много кишкинтай.